Қазақта дәм тұзың таусылмасын деген сөз не үшін айтылды? Неше мың жыл бұрын өмір сүрген ғұн түркі бабаларымыз тұзды тастамай ала жүрген. Тіптен Шыңғысханның сардарлары мен сарбаздары қалтасында тұз жүретіні аңыз болып айтылады. Ендеше тұздың не кереметі бар, қандай пайдасы бар? Шығыс халықтарында тұзды пайдалану, тұзды тамақ және шай ішу дәстүрі әлі күнге дейін сақталып келеді. Тұз адам денесіндегі сұйықтықты сақтайды, әрі тамақтағы түрлі микробтар мен бактерияларды жояды. Ең маңыздысы, тұзсыз суды үнемі ішкен адамның қоғының басындағы май кетіп қалады да белсіздікке шалдығады дейді Мақидулла Қиянатұлы Ақсақал. Ақсақалдың айтуынша, дәм тұзың таусылмасын деп айтылатын бата тілектің мағынасын дұрыс түсіну керек. Дәмнің таусылуы адамның өмірден өткенін білдіреді. Ал тұздың таусылуы адамның қуатының таусылғанын білдіреді екен. Осыған орай танымал аспаз Нұрболат Құрманханұлы ағамыз былай дейді: Қытайда жүргенде түрмені және қылмыскерлерді еңбекпен өзгерту адамдардың бақылайтын әскері болдым. Сонда үнемі тәртіп бұзып төбелес шығаратын қылмыскерлерге арнайы ас мәзірі бойынша тамақ береді. Яғни 15 күн бойы тұзсыз тамақ бергенде кез келген артпалы азаматтың қуаты кеміп, сідігіне сүрініп қалады. Егер тұзсыз тамақты бір ай бермесе, орнынан тұра алмай қалуы әбден мүмкін. Бұл айтылған әңгімелерге байланысты жоғары санатты дәрігер, шығыс медицинасын зерттеуші қазақ емшілігі көп томдығының авторы Қайрат Айдархан түсінік берді. Ол тұз дегеніміз хлорлы натрий. Егер белгілі бір мерзім ішінде тұзды тұтынбаса, су адам денесіндегі кальцийді шайып кетеді дейді. Қайрат ағамыздың айтуынша, ас тұзы адам денесінде кальций, калий минералдарын ертіп, ағзаға сіңіреді. Егер үнемі тұзсыз су ішсе, аталған минералдар суға еріп, денеден шығып кететіндіктен кальций азаяды да, әрі қандағы гемоглобин төмендейді. Адам әлсіреп буыны құриды. Дәрігердің сөзіне қарағанда, тұзды көп тұтынған кезде ғана ағза тағы да суды талап етеді де, қанның көлемі артып, қысым көтеріледі. Сонымен бірге тұзды тым көп тұтынса, бүйректің қызметіне салмақ түсіреді. Ал адам денесіне жиналу ұзақ уақыт қимыл жасамаудан, яғни терлемеуден тұздар жиналып қалады. Сондықтан үнемі жүгіріп, терлеп, артық салмақтарды тері арқылы шығарып тұру керек. Тұздың тиісі туралы адам ағзасынан келетін өте көптеген пайдасына байланысты айтылған болса керек. Мысалы, жаңа туылған сәбиді 40 күн тұзды суға шомылдырады. Сонда баланың терісі тез ширап, түрлі тері ауруларының алдын алады. Сонымен бірге денедегі судың сақталып тұруына ықпал жасайды. Тұзды лайықты тұтынған адамның денесі бұлшық еттері қартайғанда салбырамайды, жиналып тұрады. Қазақта ет келгенде тұздығы қатар келеді. Алайда қазіргі жасалған тұздықтарда тұз аз болатынын да ескерген жөн. Аты айтып тұрғандай, онсыз да тұздап кептірілген етті тұз салған сумен қайнатып, пісірген соң тағы да тұзды құю тарихтан келе жатқан халқымыздың денсаулық және тағам мәдениетінің бірі. Бүгінде салаттарды да сары майды, қатықты тұздауда сол дәстүрдің жалғасы болса керек. Ана сүтінің құрамында да тұз болатыны дәлелденген. Кей адамдар көз тиіп ауырғанда отқа тұз салып ұшықтайды. Кей түркі халықтарында үйленген жасты тұзбен аластау дәстүрі әлі сақталған. Сол секілді тұзды баспа, тұзды шашпа. Астың дәмі келмей тұз болмаса, үйдің сәні келмейді қыз болмаса деп айтады. Қазақта тұзды төгіп қойсаң, өмірің ащы болады. Тұзды тегін берсең, ұрыс керіске тап боласын дейтін ырым тыйымдар да бар. Әңгімелеріміз ұнап жатса, каналымызға тіркеліп қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз.